Армысыздар. Бүгін біз «Любовь и честь» фильміне шолу жасаймыз. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдау мен үшін өте маңызды. Ал біз бастаймыз. Жапон ақсүйектерінің ішер асы міндетті түрде уланбағаны тексеріледі. Ондай іспен арнайы жаттыққан самурайлар айналысады. Оларды онияко деп атаған. Синодзо Мимора сондай самурайлардың бірі. Кайо таңғы ас беріп отырып күйеуінің бірдеңеге алаңдаулы екенін аңғарады. Синодзе өзінің жұмысына көңілі толмайды. Бұл іс түкке тұрғысыз. Әйелі бұл қожайынның алдында өтетін өте жақсы іс екенін айтады. Бірақ олар асхананың жанында қараңғы бөлмеде отырады. Синодзе қожайынды әлі де көрмеген. Самурай әйелінің аңғалдығына жымия қарайды. Кезекті іш пыстырарлық жұмыс күні. 5 самурай әртүрлі ас ішеді. Олардың біреуі қалғандарынан ылғи дәмін сұрайды. Басшысы олардың еш жерлері ауырмады ма деп сұрайды. Ары қарай қызметшілер асты басқа 3 самурайға апарып береді. Ал олар оны қожайынға апарады. Кәрі қызметші Такохи жас қожайынның артынан қалмайды. Синодзе әйеліне бұл жұмысты тастап, соғыс өнерінің мектебін ашқысы келетінін айтады. Ол мектепке тіпті қарапайым адамдардың балаларын алып, оларды ормай, жұмсақ түрде үйреткісі келеді. Асханада көптеген аспазшылар жұмыс жасайды. Ал мияколар өздерінің ыдыстарын алады. Синодзеге дәмді ас бұйырады. Қалғандары қызыға қарайды. Тексерілген асты феодалға апарғалы жатқанда Синодзенің жағдайы қиындап жерге құлайды. Феодал астың дәмін татып жатып, тамақтың уланғанын естіп түкіріп тастайды. Мимора жүгіріп барып аспазшыларға орында қалыңдар дейді. Дарбаза жабылады. Енді қамалдан ешкім шықпайды. Қызметші қожайыны зақым алды ма білгісі келген, бірақ оны қамалдан қуып шыққан. Жақын арада тергеу аяқталады. Күзет басшысы барлық мәселе 8 аяқта екенін айтады. Оны өз уақытында жемесе уландырып жібереді. Сондықтан аспазшылардан барлық айыпты алып тастайды. Ал дәм татуға жауапты адамға харакири жасасын деп бұйырады. Ауруды үйіне арбаға салып апарады. Дәрігер Кайоға күйеуіне қандай дәрі беру керек екенін айтады. Бірнеше күннен кейін ол есін жию керек. Әйелі дәріні өз аузына толтырып күйеуіне ішкізеді. Ауру жиенінің хәлін сұрап Хатана ханым келеді. Ол Кайоға басу айтып дәрі-дәрмекке аздаған ақша береді. Кенеттен Синодзе дауыс шығарады. Ол бұл аузы жауылмайтын әйелдің кеткеніне қуанышты. Қызметші мен әйелі қатты қуанады. Самурай ес-түссіз 3 күн жатқан. Енді оның тіпті ас ішкісі келіп тұр. Бірақ көзін ашып, ол ештеңе көрмейтінін түсінеді. Кешке Кайо қызметшіге күйеуі оған ешқашан тесіле қарамайтынын айтады. Ылғи ұялып жалтара беретін. Ал бүгін тесіле қарайды. Қыз оған кезекті дәрісін апарып береді. Күйеуі оны қолымен ұстап көріп таппақшы болады. Кайо оның ғашығы ештеңе көрмей тұрғанын түсінеді. Ол оны алаңдатқысы келмеген. Сондықтан айтпаған. Ол тек жарық пен қараңғыны ғана ажырата алады. Кайо жылайды. Артынан өзін қолға алып, Синодзені жұбатады. Ертең ол тағы дәрігерді алып келеді. Ол жарытып ештеңе айта алмайды. Бұл тек ыстығы көтерілгеннен кейінгі асқыну. Тек жақсы тамақтанса болды дейді. Ал әйеліне оңашада 8 аяқтың уы көбінесе соқырлыққа алып келетінін айтады. Бұған ешқандай ем қонбайды. Синодзе түн жарымда оянады. Түсінде ол әйелі мен табиғатты көрген. Ал оянғанда әлем түнекке айналған. Кайо оған шындықты айта алмай көзіне арналған дәрі береді. Оның әріптестері енді өзін қалай қамтамасыз етеді деп алаңдайды. Әнші немесе массажист болмайды. Ол тәкаппар. Дәм татушылардың жаңа басшысы оларға тесіле қарайды. Олар сөйлесе бастаса айқайлайды. Кайо 100 дұға тасын айнала жүріп, бір ғажайып орындалсын деп тілейді. Көшеде оны Симада Тайо тоқтатады. Оның көзі бұл сұлуға бұрыннан түсіп жүрген. Күйеуі енді көрмейтінін біледі. Енді ары қарай қалай күн көрем деп жүрсең, алда-жалда қуана күтетінін айтады. Кайо үйде жоқ кезде Синодзе қызметшіге бар шындықты айтқызған. Енді ол ашулы далада отырып, құстардың ән салғанын тыңдап отыр. Синодзе әйелінің өтірік айтқанын кешіреді, бірақ жалғыз қалдыруын сұрайды. Түнде самурай қылышын іздеп жүреді. Оны Такохи ханымның айтуы бойынша тығып тастаған. Кайо күйеуі өз-өзіне қол жұмсауына жол бермейді. Соқыр оған әрі қызметшіге қол көтермек болады.
Ол басқа біреудің көмегінсіз жүре алмайды. Бұдан кейін ол қандай самурай, әйелі оны ешқашан тастамайды. Ол жетім қалғанда оның отбасы бағып қаққан. Егер ол өзін өлтірсе, Кайо артынан аттанады. Синадзуның әулеті 2 жас енді қалай өмір сүреді деп ақылдасып отырады. Кайо кез келген жұмыс істеуге дайын. Мүмкін Синадзуге қазынадан көмек көрсетілер. Өйткені ол сарайға қызмет етіп жүріп соқыр болды емес пе? Бірақ ол үшін сарайда біреу сөз сөйлеу керек. Кайо күзетшілер бастығын Симадо Тойоны есіне алады. Әулет Кайоға оған бірден баруды тапсырады. Бұл Синодзенің далада қалмауға жалғыз мүмкіндігі. Бірақ қыз оның қызметі үшін не тілейтінін іштей сезеді. Біраз уақыт өтеді. Синодзе әйелінің иығынан ұстап жүреді. Оның ағасы күтпеген жақсы жаңалықпен келеді. Мимороның атағы оған өмір бақи беріліп, 30 қап күріш беріледі. Бұл оның өтінішімен тең. Бұндай әрекетті ол күтпеген, ол шикілікті сезеді. Кешке Кайо киім үтіктеп отырады. Оларды сарайға шақыруы мүмкін деген оймен. Синодзенің ол жерге барғысы жоқ. Бәрі оған аянышты көзбен қарайды. Жақсы жаңалықтың артынан оның жүзіне күлкі орала бастайды. Әрі енді оның өз-өзіне қол жұмсайтын ойы жоқ. Ол қылышын қайтаруын сұрайды. Синодзе бұрынғы әріптестерімен амандасады. Оны үлкен феодалға апара жатыр. Бұл үлкен мәртебе. Ол феодал жақындағанда иіліп амандасады. Оның бар айтқаны обал дейді. Синодзе кіреберісте отырып Кайоның храмнан көпке дейін оралмағанына алаңдайды. Сол сәтте оған қонаққа Хатана ханым келеді. Оның келгеніне ешкім қуана қоймайды. Ол немересін ағасымен амандасын деп әкелген. Олар оңаша қалғанда әйел адам Кайо жайлы айта бастайды. Күйеуі оны басқа еркекпен көрген. Киіміне қарағанда ақсүйек самурай. Синодзе әпкесін жиіркенішті өсекті айтуға келгені үшін кінәлайды. Оның әйелі ондай адам емес деп оның кетуін сұрайды. Түскі ас ішіп отырып Синодзе реніш білдіріп отырады. Кайо оны аңғарып қойды. Бірақ тәкаппар самурай оған ештеңе айтпайды. Тамағын ішіп үндемей бөлмесіне кіріп кетеді. Кайо кезекті мәрте храмға келеді. Қазір Синодзенің бұйрығымен оны Такохей аңдып жүреді. Бір көзге ерсе ештеңе жоқ. Қожайыны олай ойлағанына ұялу керек. Бірақ кейін қыз қонақ үйге кіріп кетеді. Оның артынан Симадо Тойо кіреді. Кайо үйіне қайтады. Синодзе әлі де онымен сөйлескісі келмейді. Такохей ханыммен сөйлесуден ыңғайсызданады. Ол қызметші оны аңдығанын сезеді. Қарт бұл түс болғанына сенімді. Ол бұл қызды кішкене күннен таниды. Бұл оның болуы мүмкін емес. Ол басқа ел болған. Дәл солай ол қожайынына айтқысы келеді. Бірақ Кайо бәрін күйеуіне айтуға шешім қабылдайды. Өзінің бұл әрекетінен кейін қыз өзіне қол жұмсағысы келген. Бірақ дәрменсіз күйеуін қалай жалғыз қалдыра алады? Ол жылап, сол кезде ол көнгеніне іші ашиды. Сөйтіп Кайо бәрін айтып береді. Самурайды мазалайтын жалғыз сұрақ ол кім? Кайоға әулет жиналысында ағасы оған Симадо Тойоға баруды бұйырған. Оның қызға кішкене күннен көзі түсіп жүрген. Солай оған барып өтінішін айтқан. Ырза болған Симадо оны күшпен көндірген. Өйткені ештеңе тегін болмайды. Кайо сомен барлығы бітеме деп ойлаған. Кейін оны күйеуіңе айтамын деп бопсалаған. Содан ол оған 2-ші рет берілген. 3-ші рет. Одан кейін оның өмірі тозаққа айналады. Синодзе өзінің өтініші қабыл болды деп ақмақша қуанды емес пе? Әйелі өзін өлтіруін сұраса да өлтірмейді. Ол білетін Кайо өліп қалған. Синодзе қызметшіге Кайо енді оның әйелі емес екенін айтып, киімін жинап қуып шығуын бұйырады. Такохей қызды қорғамақ болғанда, қожайын дәл қазір қуып шық дейді. Келесі күні Синодзе ағаш қылыш алып Такохейді аула ішінде қуып жүріп жаттығады. Солай ол күндіз кешке дайындалады. Кейін өзінің ұстазына барып шынығады. Ішкі түйсігімен қарсыласының іс қимылын сезіп, соққысынан қорғана алады. Оның іші толған ашу ыза. Ұстазы көзі көретін қарсыласымен оның мүмкіндігі жоқ екенін айтады. Бірақ соқырлық оның басты қаруы. Қарсыласы оны менсінбейтін болады. Бірақ нағыз соғыс бұл жаттығу емес. Бір қимыл соқыр өледі. Ұстасы қарсыласы кім, қандай мәселе екенін сұрайды. Бірақ тәкаппарлығы оны бәрін айтуға жібермейді. Егер ол өлуге дайын болса ғана жеңе алады.
Күз түседі. Достары Синодзеге келіп, ол соқыр болып қалғанда, жиын оған берілетін 30 қап күрішті 20 қапқа түсірген. Бірақ қожайын оған алғыс ретінде өмірінің соңына дейін қамтамасыз етуді тапсырған. Демек Симодо Тайо ештеңе істемеген. Ашуланған Синодзе қызметшіге ертең Симодоны ескі атқораның жанында күтетінін айтуды тапсырады. Ол не үшін екенін түсінеді. Көзі көрмейді деп аямасын. Симодо Тайо бұл қаладағы ең үздік қылыш өнерінің шебері екенін айтып, ақымақ соқырды жазалауға міндетті түрде баратынын айтады. Түнде Такохей Синодзеға жекпе-жектен бас тартуын сұрайды. Бірақ самурайдың абыройына нұқсан келді. Әрі ол Кайоның әлсіздігін қолданып алдап кеткен. Оның ашуы аса қатты. Ал өлім қорқынышты емес. Жекпе-жек өтетін жерге олар алдын ала келеді. Такохей жан-жақта не бар екенін айтып береді. Синодзе басына әйелінің белдігін орап алады. Қамыс арасынан Симада шығады. Ол әйелін үйінен қуып жібергеніне күле қарайды. Симада оны оңбаған деп айтқаны ұнамады. Енді ол соқырды шынымен аямайды. Ол жымиып тұрып бірінші соққысын жасайды. Синодзе оны қайтарғанда ол таң қалады. Оның көзі көрмейтініне күмәнданып қалады. Бірақ көзі жетіп шабуылдай бастайды. Қатты жел тұрады. Осы сәтті пайдаланып Симада ат қораға тығылып қалады. Сатқын шатырға шығып Синодзеге төбеден секіреді. Ол тек оның қылышына ілігіп қалады. Жас самурай қызметшіден Симадаға не болғанын сұрайды. Қолы шабулы. Бірақ оны Синодзе өлтіргісі келмейді. Кайоның кегі қайтты. Таяғын ұстап Синодзе үйіне қайтады. Кейін Симада қамалға қайтқанда оны тергеген. Жекпе-жек не үшін болған? Бірақ ол ештеңе айтпаған. Ал түнде өзіне харакири жасаған. Енді бәрі бұндай мықтының қолын шауып түсірген самурай қайдан келгенін өсектеуде. Тордағы бір құс өліп қалады. Оны көмеді. Екінші құс жалғыз қалды. Оны босатып жібереді. Самурай қызметші жасаған тамақ дәмсіз екенін айтады. Ол бүгін аспазшы жалдау керек дейді. Кеш батады. Кешкі ас дайын. Үстел басында қызметшіге әйелін аңдуға жібергеніне өкінетінін айтады. Кайо әлі де өзімен бірге болатын еді. Күріш бүгін дәмді екен. Оның үстіне әйелі ылғи дайындайтын ас тұр. Кайо осы уақыт бойы асханада тығылып отырады. Күйеуі оған су құюын сұрайды. Ол қолын ұстап алып құшақтайды. Қыз жылап жанында қалуын сұрайды. Ол қыздың қайтып келгеніне қуанышты. Видео ұнаса лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.